Барлығына сәлем. Бүгін сіздермен бірге мен, Сая, бүгін мен аяулымнан сұхбат алам. Аяулым сәлем, көңіл күйің қалай? Менің көңіл күйім жақсы, тамаша. Сұхбатымызды сенің қызығушылықтарынан бастайық. Сен хоббиң қандай? Менің қызығушылықтарым көп, оның ішінде кітап оқу, сурет салу және де кәдесый жасау. Аяулым, сен жас тілшісің. Алғашқы съемканы есіне түсірші, қобалжыдың ба? Алғашқы съемка менің 1 жыл бұрын өткен болатын. Өте қызықты съемкалардың бірі еді. Әрине, алғашқы түсірілім болғандықтан өте қатты қобалжыдым, уайымдау да көп болды. Бірақ та съемка өте сәтті өтті. Қазір өмірімізді интернетсіз елестете алмаймыз. Өзің отыратын шығарсың. Жалпы тәуелділік байқала ма? Иә, интернетте уақытымыз көп өтеді. Менің де өзімнің уақытымды көп алады. Әсіресе Инстаграмда, WhatsAppта уақытымның бәрі соны қараумен өтеді. Аяулым, адам бойындағы қандай жақсы қасиеттерді бағалайсың? Мен адам бойынан адалдық, еңбекқорлық және де жауапкершілікті талап етемін және де бағалаймын. Жақсы, ал болашағыңды қалай елестетесің? Кім болғың келеді? Мен өз болашағымды жарқын әрі керемет ретінде елестетемін. Мен болашақта журналист, атақты блогер болғым келеді және де соған қадамдар жасап жатырмын. Ал спортқа деген қызығушылығың қандай? Қандай спорт түрін жақсы көресің? Менің спортқа деген көзқарасым оң. Мен биге және де гимнастикаға қызығамын. Өзім кішкентай кезімнен биге қатысқанмын, ал гимнастикаға өзім жай қызығушылық ретінде қараймын. Мақсатқа жету үшін не істеу керек? Қалай ойлайсың? Сая, мақсатқа жету үшін мақсатты қоя білу керек. Және де оған талпынып, қадамдар басып, еңбектену керек. Сонда ғана мақсат орындалып, мақсатымызға жетеміз. Мектеп өміріне келсек, қандай пәнді сүйіп оқисың? Мен сабақтардан, пәндерден көбінесе қазақ тілі, қазақ әдебиеті, көркем еңбек сабақтарын ұнатамын. Себебі олар жаныма жақын, өзіме ұнайтын сабақтар. Аяулым, сұхбатына рахмет, саған тек сәттілік тілеймін. Сіздермен бірге болған бүгін мен, Сая және аяулым. Келесі кездескенше сау болыңыздар.